Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жаркой рецептімен бөлісетін боламын. Дайындалу жолы өте оңай, әрі жеңіл дайындалады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттарды қабығын ашып, суға салып жуып аламыз. Бізге керекті заттар ол картоп, пияз, сәбіз және де ет. Жуылған етімізді бірнеше бөлікке бөлеміз. Еттің мөлшері отбасыңыздың санына байланысты азайтып немесе көбейтсеңіз болады. Келесі кезекте пиязымызды майда етіп тураймыз. Пияз көбірек болса, сонда өте дәмді болып шығады. Екі дана пиязымызды турап болған соң, картопты екі бөлікке бөлетін боламыз. Майда етіп тураудың қажеті жоқ, себебі езіліп кетеді. Және де сәбізімізді дөңгелек етіп тураймыз. Етті қазанға салмастан бұрын етке 1 шай қасық ұн салып араластырамыз. Дайын болған етімізді қызып тұрған қазандағы майымызға салып араластыратын боламыз. Қақпағын жауып, бірнеше минутқа пісіреміз. Ешқандай судың да қажет жоқ, өзінің сөліне пісетін болады. 4 минуттай жеткілікті. Туралған пиязымызды саламыз, оның үстіне араластырамыз. Видеода көрсетілгендей пияздың кішкене қуырылғанын күтеміз. Бір стакан суымызға 2 шай қасық томат пастасын саламыз. Араластырып, сорпаның бетіне құямыз. Суды көп құймаймыз. Егерде көп құятын болсаңыздар, сорпа болып кетеді, жаркойымыз шықпай қалады. Және де дәмі бойынша тұз, дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Тамағымыз кішкене қайнай бастаған соң, оның үстіне сәбіз, картоп, және де 3-4 дана сарымсақ, жасыл бұрышымызды саламыз, тәтті жасыл бұрыш. Өз қалауларыңызша, егерде салмасаңыздар да болады. Менде қыста сақталған жасыл бұрыш және сарымсақ салатын боламын. Бетін жауып 30-35 минутта дайын болады тамағымыз. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.